Жайланып отырсаңыздар бастайын. Қазір дүниенің дидары цифрланған заман. Интернетте шекарамен шектеу жоқ. Мысалға, Италияның Пьомбино провинциясында паста жеп, Тирен теңізінің жағасында таңғы кофесін ішіп, телефонын шұқылап отырған адам мен Торғайдағы Ақкөлге ауын құрып қойып, айфонның ақтарып отырған азаматта жаңа ғана шыққан бір ақпаратты бірдей уақытта оқи алар. Әлбетте, ақпараттың тілі мен саяси сипаты әртүрлі болуы мүмкін. Мәселе бір кеңістікпен жылдамдықта. Айтпағым, қазіргі заманда адамдар күніне шамамен 34 гигабайт немесе 100 мың сөзден артық ақпарат тұтынады екен. Бұл 174 газетті оқығанмен бірдей деседі. Осыншама көлем миға үлкен жүк түсіреді. Көрген көзде жазық жоқ дегенде біз әлеуметтік желідегі лентаны парақтап отырып, ақпараттың да небір лас, зиян әрі қорқынышты түрлеріне де ұрынамыз. Әсіресе TikTok желісінде күлкі-қоқыс күнде төгіліп жатыр. Стримге қосылып, тікелей эфирде аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, арнайы істер істеп, жалаңаштанып, шешініп, деградацияның айқын көрінісін жасап жатқан адамдар бар, өкінішке қарай. Үйде отырып, сотталып кеткен Мұрат Әбділданың кейсі сабақ болмаған сияқты. Не болатын мектеп? Не болып жатыр мына жерде өзі? Көрсек көзімді ашпай оны. Кино болатын, кино! Не керек? Бұл іске құзырлы органдар назар аударып, нақты күресті бастады. Енді әлеуметтік желідегі сүзгі қалыңдайды, никнеймдер нұқталана бастады. Осы аптада Ішкі істер министрлігі 20-дан астам стримерді ұстап жауапкершілікке тартты. Жазаланып жатқандардың саны әлде қайда өседі. Бұл дұрыс бастама, себебі қазір өрімдей балалар өмірді сол TikToktан танып біліп жатыр. Алгоритм алағұла кейде бүйені, кейде түйені көрсетеді. Сондықтан біздің қоғамның әлеуметтік желідегі айғызданған айнасын сүртіп, тазартып отыру керек еді. Той қазақтың қазынасы дейміз. Рас, қадым заманнан қазақтың той думаны салтанатты тарихпен қатар өрілген. Дегенмен бұрынғының думанында даналық, тойында тағылым бар еді. Белгілі бір дала заңдылықтарына бағынып, ар ұятқа себеппен негізге сүйенген қазы бояуы қанық, институт қалыптасқан шаттық шарасы еді. Қазір той ысыраппен бейәдепсіздің, бейпіл сөздің алаңын айналып барады. Аңдымай сөйлеп, ақырып жатқандар қаншама. Өртің көп болсын деген асабаға бойкот жариялағаннан тойдағы теріс тенденция тыйыла ма? Не жұмыс? Пожарка, да? А? Пожарка. Ой, жаным, өртің көп болсын. Сабыржан, мынау Теміртаудың бейіті. Білесің, анау шетте сенің мамаң жатыр, Күмісай апа. Жаным жанатта болсын. Кеше өрт болып, 2 сағат дегенде әрең сөндірді. Ай, сен айтқалы, өрт көбейіп кетті, расымен де. Бір халықтан кешірім сұрап, мына жерге келіп, бір құран бағыштап жібересің ал. Стримерлерді жауапкершілікке тартқандай, тойға да сүзгі керек шығар. Әйтпесе, онлайн және офлайн деп бөлсек те, екеуінде де қалың аудитория бар. Сондай-ақ той ой айтатын жер. Көбінесе түзу тәрбиелік сипаттағы лебіздер айтылады. Кейде теріс әрі қауіпті пиғылдағы пайымдар тарап жатады. Күні кеше президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин Жетісайда өткен бір той жайлы өте өзекті жазба жариялады. Музыка харам, еркектер мен әйелдер бөлек-бөлек отыру керек деп айтқан азаматтың сөздері теріс екеніне екпін түсірілген. Әрі зайырлы мемлекеттің ұстанымына қайшы деді. Бұл оқиға әлеуметтік желіде де кеңінен таралып түрлі пікірлер жазылды. Көп ұзамай Түркістан облысының 66 жастағы азамат ұсталып, қылмыстық іс қозғалды. Оның тойдағы сөздерінен діни және әлеуметтік алауыздықты қоздыру белгілері байқалған. Адамды ұлтына, дініне, нәсіліне, түр келбетіне қарай бөліп, өзіңнің сеніміңді, өзіңнің ұстанымды оған теліп, агрессиялық бағытта насихат жүргізу заңға қайшы. Сондықтан бұл оқиғада көпшілікке сабақ болар деп сенеміз. Қазақтың тағылымды той бітпесін. Мынау видеоны көріп, ондағы жазбаны оқып, көпшіліктің жүрегі елжіреп аядық. Әділеттің орнағаны, ақиқаттың жеңіп шыққаны деп бағамдадық. Әліптің артын бақсақ, оқиға басқаша өріле бастады. Жылқышы Рахат Сәрсенов ақталып шықпапты. Ол 6 айға сотталған екен және жазасы рақымшылықпен қысқарған. Естеріңізде болар, мемлекет басшысы жаңа конституцияның қабылдануына орай амнистия жариялаған еді. Оған 17 мың адам ілігеді. Соның бірі осы жылқышы қария. Не керек? Улап-шулап Рахат қарияға қолдау көрсетіп, тіпті үй берген азаматтар да бар. Олардың сауапты да игі ісі Алладан қайтсын дейміз әрине. Қалай дегенмен қарапайым еңбек адамдарының маңдай тері лайықты бағаланып, олардың құқығы бәрімен тең дәрежеде
қорғалу керек. Бұл біз қалыптастырып жатқан заң мен тәртіп қағидатының басты бағдары. Дегенмен оң сол тарап жатқан ақпаратқа да абай болу керек. Әуел басында жылқышы ақталып шықты дегенде ақталып деген бір ғана сөз бұл оқиғаның мәнін сипатын өзгертіп жіберді. Мисинформация және дисинформация деген түсінік бар. Яғни жалған ақпарат тарату және қасақан ақпарат тарату. Бұл жерде сол бір ғана ақпараттан жылқылардың иесі зардап шегіп отыр. Мен ол адам жақтап немесе қолдап отырған жоқпын. Дегенмен оның да құқығы, оның да ақиқаты бар екенін ұмытпаған жөн сияқты. Төрелігін сот шешеді. Сондықтан құрметті көрермен, нені болса да зерделеп, ақ-қарасын анықтап барып, пікірмен шешім шығарсақ дұрыс. Өйткені қазір әлеуметтік желіде пікір жазамын деп істі болып жатқандар да бар. Қазір жаз мезгілі. Елдің көбі еңбек демалысына шығып, жиған терген ақшасына шетел асып демалатын науқан. Сондағысы көбіміздің баратын еліміз санаулы ғой. Түркия, Таиланд, Вьетнам, Біріккен Араб Әмірліктері және ақшаң тасып бара жатса, Мальдивтің мөлдір суында мал дейміз. Дегенмен осы тізімнен Таиланд алынып тасталатын сияқты, себебі Таиланд туристерге қорқынышты аймаққа айналды. Таиланд премьер-министрі Паттаяда 22 жастағы Диана мен 17 жастағы Роман Назимовтардың айуандықпен өлтірілуіне байланысты қоғамнан, туристерден және марқұмдардың туыстарынан ашық түрде кешірім сұрады. Олар бұл қанды оқиғаның тұтас туризмге, экономикаға ауыр соққы болғанын біліп отыр. Құрметті көрермен, қай елде, қай жерде жүрсеңіздер де өзіңіз бен балаларыңыздың қауіпсіздігін басты назарда ұстасаңыз игі. Шетте демаламын деп демі үзілген адамдар қаншама? Негізі Аланиядан Алакөлдің, Бодрумнан Балқаш пен Бурабайдың қай жерге? Отандық туризмді қолдай қағайын. Сервисі солқылдақ болса да, Құдай берген табиғатымыз бар емес пе? 70 жылдан кейін қазақ жеріне оралған Амур жолбарысы сияқты бізде саяси тақырыпқа ақырындап оралайық. Тұран жолбарысын тірілтіп алмасақ та, тұқымдасын ұқсатып бағуға болады. Бір кісі айтқандай, жолбарыстың аты жолбарыс емес пе? Тигр есть тигр, в принципе. Ну, понятно. Он везде более-менее одинаков. Тұран даласынан енді жолбарыстың мысы естіліп тұрады. Мыс демекші, кешегі өткен теледебаттан мен Әділет партиясының мысын байқадым. Қалай дегенмен, алыптың аты алып, кадрлық күш, институционалдық құрылым, тіпті қаржылық әлеует Әділеттің әр спикерінен байқалады. Басқа партиялардың да өзіне тән артықшылығы және оң бағыты бар. Бұл тұсты кейін тарқата жатармыз. Сөйтіп, екінші теледебат 7-ші арнада өтті. Динамика, графика, алып студиядағы аудитория, безендірілуі тағысын тағы телевидениеге тән тәсілдер тиімді пайдаланылған. Бірақ спикер саны 7, жүргізушісі 5. Оның өзі 3 орыс тілді. Көпшілік жүргізушілер тарапынан орыс тілі сәл көбірек қолданылды деп сынап жатыр, бірақ спикерлер орыс тіліндегі сұрақтың өзіне қазақша жауап беріп, тіпті мақалдатып, тіркесті іркес қолданып, сөл сөздер айтты. Тақырып білім мәселесі. Бұл сала 30 жылда ретті де ретсіз, кейде тіпті реңсіз реформаларды бастан өткерді. Мемлекет басшысы мұғалім мәртебесін көтеру туралы заңға қол қойғалы сен қозғалып, педагогтың парқын, бағасы мен нарқын сезіне бастады. Қазір бұл салада оң өзгеріс көп. Әлі де өзекті мәселелер де аз емес. Сөйтіп, спикерлер сөз сайыстырды. Бірі шын ұтымды бастамалар көтерсе, басқасы сағымға малынған, қиялға шалынған, қисынға келмейтін әйтеуір ұранға ұқсас идеяларын айтты. Мысалға, Байтақтың өкілі ұбт-ны жартылай немесе мүлдем алып тастаймыз дейді. Бірақ сол ұбт-ны оқу-ағарту министрлігінің өзі біртіндеп өзгертеміз деп жүргеніне қаншама уақыт болды. Спикердің өзі дәрігер екен. ұбт форматы дәрігер сияқты мамандық иелерінің білімін нақты көрсетпейді, себебі сыни ой, көзқарас жоқ, жаттанды дағды ғана бар деді. Мұнысымен келісуге болады. Ақжолдың жолын бастап келген Дулат Тастекей бұл дебатта өзін жақсы көрсете білді. Дайындықпен алдын ала қамданып келген көрінді. Әсіресе қарапайым елдің тілінде сөйлеп сендіре білді. Партияны қайдам, Дулат мырзаның өзіне деген елдің ықыласы арта түскен ақын. Ал республиканың регенді спикердің журналистика саласынан келгені байқалды. Сөздері сөлді әрі көркем екен. Бірақ нақты іспен бағдарламаға келгенде кей оппоненттен оз алмай қап жатты. ЖСДП мен Халық партиясының өкілдері де шама шарықтарынша шауып көрді. Бірақ дебат деген доданың өзінде тәжірибе көрініп тұрады екен. Рауан Кенжеханұлының елдегі дебат қозғалысының қалыптасуына және дамуына үлес қосқаны білін. Оның үстіне Рауанның бұған дейін істеп жүрген жұмысында осы оқу-ағарту саласының төңірегіндегі еңбек еді. Жалпы бұл дебат өткен дебаттан гөрі спикерлер тарапынан күшейе түскені байқалды. Енді Жібек жолы арнасы 3-ші дебатты қалай ұйымдастырмақ? Спикерлер кім болады? Бұл да бір сериал сияқты күннен күнге қызық болып барады.
Сериал демекші, бір шешімі табылмай, бірде тату, бірде араз болып отырған әлемдік бір дау бар. Сол текетірестегі тараптар мұнайдың бағасымен ойнатып отыр. Ормұз бұғазына бұғау салынса, тежелген кемелермен бірге талай елдің экономикасы да тежеліп қап жатыр. Қыста басталған таяу шығыстағы шиеленіс міне жаздың соңғы айына дейін жалғасып келеді. Бір саябырлап қайта күшейеді. Трамп төндіріп сөйлесе, көндіріп аламын деп ойлайды. Талай рет жауды жоқ қыламыз деп күшенген. Оған Иран иланбасы анық, тіпті бізде үйреніп қалдық. ақш пен Иран арасындағы келіссөз жанданады деген қауесет естіле қалса, мұнайдың бағасы құбыла кетеді. BBC-дің айтуынша, Brent маркалы мұнай бағасы осы аптада 5%-ға төмендеп, баррелі $80 саудаланған. Иран сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Исмаил Багаида Ормұз бұғазы арқылы кеме қатынасы бойынша келісімнің бекінуіне сәл-ақ қалды деп мәлімдеме жасаған еді. Не болса да тараптар ымыраға келіп, әлемде тұрақтылық сақталсын деп тілейміз, әрине. Әйтпесе, мұнайдың бағасы өскенінің дәл бізге зияннан гөрі пайдасы басым екені рас. Бүгінгі шолуымды жағымды жаңалықпен тәмамдасам. Астанада жолаушы мінген ұшқышсыз әуе кемесі алғаш рет әуеге көтерілді. Электр қуатымен қозғалатын әуе аппараты болашақ ойындары 2026 халықаралық турнир аясында арнайы рұқсат етілген аумақта сынақтан өткізілді. Әуе кемесі 2 жолаушыны тасымалдай алады. Оның ең жоғары жылдамдығы сағатына 130 шақырым, ал ұшу қашықтығы 35 шақырымға дейін жетеді. Енді бастығыңыз телефонмен қоңырау шалып тез жұмысқа ұш деп бұйырғанда сылтау таба алмайсыз. Бірақ тарифі қымбат болып тұрған кезде тас жолдың өзінде ұшатын кобальттарымыз аман болсын.